кәнеде Алла пендені сынайды екен мұңартып. Әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым. Сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Әкем менің айбын дедің, асқарең, бауырыңа алды сені басқа әлем. Ұлдарыңды желбіретіп жалаудай, қыздарыңа құшағыңды ашқан ең. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің. Сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таңғы елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Құрметті ағайын туыс, бауырлар, құда жекжат, жора жолдас, әріптестер мен көршілер, және ата-анамыздың көзін көрген барша жамағат. Сіздерді Асқар Таудай әкеміз Бабағұмарұлы Меңдіғалидың дүниеден өткеніне 25 жыл, аяулы анамыз Әубәкір қызы Хамиданың дүниеден өткеніне 1 жыл толуына орай ата-анамыздың рухына бағышталған еске алу асына шақырамыз. Ас 2025 жылғы 1 тамыз күні сағат 12:00-де Кіндікті ауылы Нұртай кафесінде беріледі. Ас берушілер Бабағұмаровтар әулеті.